Қайырлы күн қыздар, бүгін хит болып жатқан маклюбенің жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен қызып тұрған майымызға етімізді қызарғанша қуырып алып, бетін жауып қоямыз. Бетін жауып әбден қызартып пісіреміз. Үстіне суымызды құйып, қайнатуға жібереміз. Керек заттарымызды дайындап аламыз. Етіміз дайын болды, пісті жарты сағатта. Енді бөлек ыдысқа май құйып, сәбізді екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Картопты да солай қызартып қуырамыз екі жағын. Және тәтті бұрыш, оны да қызартып қуырып аламыз. Және баклажандарды да қызартып қуырамыз. Осы қуырғаннан қалған майға күрішімізді салып, күрішті де қуырып аламыз. Үстіне су құйып, тұз салып, бетін жауып бұқтырамыз. Күріш дайын болды. Енді бетін жауып қоямыз. Енді ыдысымызға май құйып, жуаны салып, қуырып алған сәбізімізді, картопымызды, баклажанымызды барлығын және етімізді рет-ретімен орналастырып шығамыз. Бәрін рет-ретімен осылай қоясыздар. Енді осының үстіне күрішімізді салып, жақсылап нығыздап басып шығамыз. Мен кукуруз қостым. Осының үстіне тағы да күріш қосып, бұл кукуруз маңызды емес, әдемілік үшін. Енді осыны 20 минут отқа тағы да бұқтырып қоямыз. Үстіне кішкене су құйсаңыз болады. Менің маклюбем кішкене шашылып қалды, бірақ ыдыстан түскеннен кейін мен айналасын жинақтап, айналасына свежий салат салып, және айран құйып шықтым. Өте дәмді болды. Үстіне көк жуа, укроп, петрушка септім. Сіздер де жасап көріңіздер, өте жеңіл тағам. Айранмен дәмі өте жақсы үйлеседі. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздерді әртүрлі рецепттермен қуантатын боламын. Сіздермен бірге болған Өнер Жетпісбайқызы. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Назарларыңызға рахмет. Жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.